Баршаңызға сәлем. Бүгін біз түрік сериалдарының ең талантты, өте сұлу актрисаларының бірі Бурчин Тензиоғлы туралы әңгімелейміз. Бәрімізге белгілі «Бір сен үшін» сериалындағы Айшагүл рөлімен таныс Бурчин кішкентай қыз кезінен бастап үлкен экранға шыққан нағыз табиғи дарын иесі. Бурчин Тензиоғлы 1980 жылдың 9 наурызында Стамбулда дүниеге келген. Ол бар болғаны 5 жасында киноға түсіп, өнер жолын өте ерте бастаған. Сондықтан көпшілік оны камера алдында өскен актриса деп атайды. Өнерге деген қызығушылығын ол Мүждат Кезен өнер орталығында жетілдіреді. Дәл осы жерде сахналық шеберлік, дикция, актерлық техника бойынша білім алады. Балалық шағындағы фильмдерден кейін Бурчин кәсіби мансабын жасөспірім шағында жалғастырып, 2000 жылдардан бастап үздік жобаларға түсе бастайды. Оның танымал болуына себеп болған сериалдардың бірі «Қыналы қар». Бірақ нағыз үлкен серпіліс оған Езел телехикаясындағы Азат рөлі арқылы келеді. Бұл рөл көрерменнің жүрегіне жол тауып, Бурчиннің талантын тағы бір деңгейге көтерді. 2013 жылы ол «Мейірімділік» сериалы арқылы драмалық рөлдерді мінсіз сомдай алатынын дәлелдеді. Ал ең үлкен табысы 2015-2017 жылдары шыққан «Бір сен үшін» телехикаясы. Бұл сериалда ол Айшагүл Умман рөлін сомдап Түркиядағы ең таңдаулы актрисалардың бірі ретінде мойындалды. Тіпті осы рөлі үшін ол алтын көбелек марапатына ие болды. Бурчин Тензиоғлы тек сериалдарда ғана емес, кино саласында да белсенді. Ол әр рөлге жан-тәнімен кіретін, эмоцияны шынайы жеткізе алатын актриса ретінде танылған. Жеке өміріне келсек, Бурчин бұрын актер Мұрат Йылдырыммен некеде болған. Кейін ол Илкер Калели екеуі «Бір сен үшін» түсірілімі кезінде танысып, бірнеше жыл қарым-қатынаста болды. Сериалдағы махаббат шынайы өмірде де жалғасып, екеуі 2015 жылы ресми түрде бірге бола бастады. Екеуі ұзақ уақыт бірге жүрді, шамамен 4 жылдай. Түркия медиасы оларды ең үйлесімді экран дуэті деп атады. Жұп папараццаның назарына қашық жүріп, жеке өмірін ашық көрсетпеуге тырысқан. 2019 жылға қарай қарым-қатынастарын аяқтағаны ресми түрде белгілі болды. Екі тарап та жақсы қарым-қатынаста қалдық, бір-бірімізді құрметтейміз деп айтқан. Себебі ресми айтылмаған, бірақ актерлердің жұмыс кестесі мен жеке жоспарлары бөлек болғаны айтылып жүр. Бірақ қазір актриса жеке өмірін құпия ұстайды. Бүгінде Бурчин Тензиоғлы түрік драмаларының ең маңызды тұлғаларының бірі. Ол әр рөлде ерекше энергиямен, ерекше эмоциялық тереңдікпен ойнайды. Сол себепті оның қатысқан кез келген жобасы көрермен үшін сапалы контенттің кепілі.